Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 9 және 10 сабақтар. Қазақтың 3 би. Каналды жоғалтып алмау үшін тіркеліп видеоға лайк басып қойды ұмытпаймыз. Сендерге пайдалы болған канал сабақтармен бөлісіп отыратын боламын. 4 тапсырма қараймыз. Мәтінді оқы. Төле би қазақ халқының мемлекет қайраткері, атақты шешен. Ол қазіргі Жамбыл облысы Шу ауданының Жайсаң ауылында дүниеге келген. 15 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Ол Қабанбай, Бөгенбай, Жәнібек батырлармен халық майданын құрап, қазақ жерінен басқыншылардан азат етуге көп күш жұмсаған. Төле би орта жүздің би Қазыбек, кіші жүздің би Әйтекемен бірге әз Тәуке ханның кеңесшісі болып, 7 жарғы әділет заңын шығарды. Қазақ оны көзі тірісінде Қарлығаш әулие деп атаған. Төле би өзі 12 жыл билеген Ташкент қаласында жерленген. Алматыда бидің атында көше бар, ал Астанада оған ескерткіш орнатылған. Қазыбек Келдібекұлы 17 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың алғашқы жартысында қазақтың атақты биі, қоғам және мемлекет қайраткері, әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас биі етіп сайлаған. Жоңғар басшылығына қарсы халық күресін ұйымдастырушылардан бірі болған. Әйтеке би қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлес қосқан атақты 3 бидің бірі. Мемлекет қайраткері Әйтеке 5 жасында молдадан оқып сауатын ашқан. Одан соң медреседе оқыған. Медресені аяқтаған соң ел басқару ісіне араласа бастайды. Бұл бізде 3 биіміз туралы мағлұматтар. Өзіміз тағы да жеке-жеке оқып жазып алуымызға болады. 5 тапсырма қараймыз. Оқылым мәтіннің 3 бөлігінен бір жинақты мәтін құрап жаз. Көнерген сөздерді тауып, оларға анықтама бер. Қазақтың 3 биі, 3 атақты биі Төле би, Қазыбек би және Әйтеке би. Жастайынан билікке араласып, шешендіктермен, көрегендіктермен, тапқырлықтармен көзге түскен билер талай даудың басын шешкен даналар. Олар туралы ел аузында тараған аңыз әңгімелер көп. Халық бірлігін нығайту, әділдікті насихаттаған дана билерден қалған шешендік сөздер өз маңызын жойған жоқ. Енді келесі біз 6 тапсырма қараймыз. Мәтін мазмұнына сәйкес сөйлемдерді ретімен орналастыр. Яғни бұл жерде біз барлығын ретімен орналастырып, яғни сөйлемдер ауысып кеткен. Егер сөйлемдерді орнына қойсақ, бізде мәтін келіп шығады. Біріншісі бізде Төле би 15 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Әділдігімен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас би етіп сайлаған. Қазыбек ел арасында қаз дауысы Қазыбек би деп атанған. Әйтеке би орталықтандырылған біртұтас қазақ хандығын құру ісіне белсенді араласты. Соңғысы қазақ елінің бірлікте тату өмір сүруінің қамын ойлаған қамқоршысы болған. Осылай барлығын дұрысымен жазып шығамыз балалар. Келесі 8 тапсырмаға қарайтын болсақ, би сөзіне қатысты қасиеттерді топтастырып, ассоциограмма құрастыр. Бидің қасиеттері: шешен болады би, яғни шешен болады, дана деп жазамыз, ақылды, жан-жақты, білімді және тапқыр, әділ адам деп жазамыз. Келесі 9 тапсырмаға қараймыз. Сөйлемдерді сәйкестендіріп жаз. Бұл кімнің сөзі екенін тап. Яғни бұл жерде бізде сөйлемдер шатасып кеткен, соларды сәйкестендіріп жазамыз. Біз қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жерімізді ешбір жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Біз қазақ мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жерімізді ешбір жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Бұл бізде қаз дауысты Қазыбек би атамыздың сөзі. Енді 10 тапсырмаға қараймыз. Төмендегі нақыл сөздерді авторын тауып жаз. Біріншісі, шешендіктен не пайда, артыңда сөзі қалмаса, батырлықтан не пайда, халқына қайран қалмаса. Бұл бізде Төле би атамыздың сөзі. Екіншісі, би екеу болса, дау төртеу болады. Абай Құнанбаев атамыздың сөзі. Тура биде тұрған жоқ, туғанда биде иман жоқ. Туғанда биде иман жоқ. Төле би атамыздың сөзі. Келесі, бірлік бар жерде тірлік бар. Балпық би атамыздың сөзі екен балалар.
11 тапсырмаға назар аударыңыз. Астана қаласында қазақтың 3 биінің құрметіне ескерткіш орнатылған. Ескерткіш алдында тұрып бабалар аманатына адал елдің ұрпағы екендігі ой-қиялымен қалай жеткізер едің? Монолог құрастыр. Мен әлі оқушы болсам да ата-бабамыздан қалған ана тіліміз, тарихымыз, туған жерімізді құрметтеймін. Өйткені тәуелсіздік жолында қаншама тер төккен ұлы тұлғаларымыздың еңбегі зор. Енді олардың сенімдерін біз ақтауымыз керек деп сөзімізді тағы да өзімізді жалғастырып, толықтырып жазсақ болады балалар. Сабақ сендерге пайдалы болды деген ойдамын. Тіркеліп видеоға лайк басып, достарымызға жіберіп қойды ұмытпаймыз. Сұрақтарың болса комментарийда сұрауларың мүмкін.